14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық бөлім. Ассалаумағалейкум, эфирде бірінші студия бағдарламасы тізгінде мен Бейбіт Нұрмұқанов. Президент тапсырмасымен елімізде педагог мәртебесі туралы арнайы заң қабылданды. Бұл құжат ұстаздардың заңды мүддесі мен құқықтарын қорғауға ықпал етті. Қазір мұғалімдер мен тәрбиешілердің жалақысы айтарлықтай көбейді. Олар негізі қызметіне кедергі келтіретін артық міндеттерден босатылды. Осы заңға сәйкес Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы атағы енгізілді. Бұл жай атақ емес, мәртебелі мемлекеттік награда. Республика бойынша 46 мұғалім осы наградаға ие болған. Солардың бірі жерлесіміз Ағуай Нұғманов, Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы. Қостанайдағы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Ассалаумағалейкум. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Амансыздар ма? Енді мына алғашқы сұрағымызды осы күні кеше ғана президенттің қолына алған атағыңызбен құттықтаймыз. Сұрағымызды да осыдан бастайық. Қандай әсерде болдыңыз? Рахмет. Әсер әрине ерекше, көтеріңкі көңіл. Ол жерге барам деп мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының қолынан осындай марапат атақ алам деп ойымда болған жоқ. Бірақ енді әдетте менің кандидатурам өтіп тұрғаннан кейін мектеп басшысы Ырсалы Силханна шұғыл түрде Астанаға жету керек дегесін. Бейсенбі күні сол жолға шығып Астанадан енді Астанаға жетіп, сол жұма күні дайындық кезеңдерінен өтіп, одан кейін Ақордаға өттік. Дайындық ретінде барлық ел бойынша, енді республика бойынша жиналған 24 мұғалім мен қатарлы. Сол бірінші барған күні дайындықтан өтіп, сенбі күні таңертең сол Ақорда төрінде президенттің алдында, президенттің қолынан осындай атаққа ие болдық, осындай мәртебеге ие болдық. Өз қолынан табыстап, құттықтап ұстаздарды. Мұғалім мәртебесі жайында, заңнама жайында айтып өтті президентіміз. Қандай жағдайлар жасалып жатқан мұғалімдерге, жаңа өзіңіз айтқандай сол жалақы жағынан болсын, тағы құттықтау сөзін айтып болғаннан кейін марапаттау рәсіміне кірісіп кетті. Бір сағаттың көлемінде сол көңіл күйім өте көтеріңкі болды енді. Керемет, айтары жоқ енді, ол өте бір сондай ерекше көңілде болдым өзім. Ондай болады деп әрине ойлаған жоқ едім. Бұл әрине сіздің еңбек жолыңыздағы сізге құрмет көрсетіліп отқан атақ екені сөзсіз. Енді осы сәтте мынандай бір сұрақ қояйықшы, таптаурын сұрақ деп ойлауыңыз да мүмкін. Мына жалпы қоғамдағы ұстаз мәртебесі қазір қаншалықты деңгейде? Енді қазір шүкір деп айтуға болады. Кеше мысалы президенттің өзі де айтып өтті. Ұстаздар ол қоғамның айнасы деп. Қоғамның негізгі айтайық енді күші деп те айтуға болады, себебі қазіргі уақытта бала тәрбиелеу деген өздеріңіз де білесіздер ғой, енді оңай емес екенін. Сондықтан президент ерекше атап өтті ұстаздардың орнын осы қоғамдағы. Сондықтан әрине қолдаймыз президентімізді. Жағдай жасалып жатыр. Тек жалақы жағынан ғана емес, жаңағыдай мінекей мынандай марапаттау жағы болсын. Жалпы енді жаңа айтып өткендей, қоғамдағы енді күш осы белсенділік болсын, зияткерлік жағынан болсын, осы ұстаздарға енді аса бір маңызды мәртебе артылып отыр деп айтуға болады. Осы ретте мысалы педагогика саласына соңғы уақытта тың өзгерістер өте көп жасалды ғой. Пайдасы өте жоғары. Сіздің ұстаз ретінде уже мінекей аға буын ұстазы деуге болады. Пікіріңіз қандай? Әрине, заман талабына сай қазіргі білім беру саласында көптеген өзгерістер болып жатыр. Қай жағын алатын болсақ та, сабақ беру кезінде болсын, немесе сол сабақ беру барысын мысалы қалай жандандыруға болады, қалай өзгертуге болады дегенде осындай
әрине сұрақтар туындайды. Қазір мына айтып жатырмыз ғой, жайлы мектеп, кешегі президент өзі айтып өткен, зияткерлік мектептер мысалы. Соның барлығы енді кәдімгі іс жүзінде асып жатыр деп айтуға болады. Сондықтан көп жағдай жасалып жатыр. Қазіргі мына жаңа технологиялар, мысалы интеллектуалдық айтып жатамыз ғой, әлгі АКТ-ны қазір қолданып жатыр көп жағдайда деген сияқты. Сондықтан көп өзгерістер болып жатыр. Қай жағынан алатын болсақ та, мысалы, әлгі айтамыз ғой, мысалы, учебный материал дейміз, мысалы, оның өзі де жаңғырып, жаңартылып жатыр. Мысалы, оның барлығы мына заман талабына сай енді керек әрине. Жалпы мына ұстаздарға қазір мол жағдайдың көрсетіліп жатқаны ол даусыз. Енді осыған қандай тағы да мемлекет тарапынан бір көмектер көрсетілу керек па, жоқ әлде біз ұстаздар мемлекетке қандай да бір мүдделі болу керек па? Енді мүдделі деп айтуға да, жалпы енді министрдің өзі де, білім министрінің өзі де сөйлеген сөзінде, құттықтау сөзінде айтып өтті, қаншама іс-шаралар өткізіп жатқан президенттің тапсырмасыменен соның барлығын іске асырып жатырмыз деп ол кісі кеше өз сөзінде, құттықтау сөзінде айтып өтті. Тек қана мына аға буын емес, мысалы біз сияқты. Сонымен қоса жас буындарды да осылай марапаттаймыз, еңбектерін бағалаймыз деп. Енді мүдде дегенде енді одан артық енді мен ойлаймын, ол үкіметке айтайық, басқа қандай енді біз талап ештеңе қоя алмаймыз, бірақ енді еңбегіміздің жемісін, енді әр адам еңбегінің жемісін көргісі келеді ғой әрине. Сондықтан еңбек барлығында жеңбек демекші, еңбектің мынау бейнеттің соңы осындай зейнет болатынына енді өзім көзім жетіп отыр. Ал ұстаз мәртебесін жандандыру үшін не істеу керек? Енді ұстаз мәртебесін әрине әлі де қолдау керек. Енді мынандай марапаттар, мына өзі Қазақстанның еңбегі сіңірген ұстазы, бұл енді ғана еніп жатыр ғой. Енді оның алдында айтып жатырмыз біз парасат, ерен еңбек деген сияқты, оның барлығы да әрине дұрыс. Енді көңіл бөлініп жатыр ұстаздық мамандыққа, гранттар қаншама бөлініп жатыр. Сондықтан ойлаймын, енді өз заман талабына сай осындай бір жаңашылдық, бір жаңалықтар осындай мұғалім мамандығына байланысты болып жатады деп ойлаймын. Өз ойым енді. Жалпы қазір енді біз мына қоғамда өзі мамандарды екіге бөлетін болдық. Білетін маман, білмейтін маман деген секілді ғой. Осы ретте білетін мамандар да кей тұстарды білмей жатады. Олар мысалы білімдерін жандандыру үшін не істеу керек? Ұстаз деген статусты ұстап қалу үшін деген ғой негізі сұрақтың төркіні. Түсіндім. Енді оны статус дегенде қазір мұғалімдерге арналған көптеген даярлық орталықтары бар. Қостанайда мысалы айтамыз ғой, институт усовершенствования, қайта даярлау институты. Мысалы сол көп көмек беріп жатыр. Өз басым мысалы осыншама жасқа келсем де мен былтыр қыркүйек айында сол қайта даярлау курсынан өттім. Өте керемет енді. Көп енді әдістерді мысалы қанша білсем де мен соншалықты енді ана жерде бір жаңа әдіс тәсілдерді де алып шықтым. Мысалы сондықтан ондай курстар қажет деп ойлаймын, керек те тіпті. Мейлі мысалы егде жастағы болсын, жас келіп жатқан ұстаздары болсын, көмегі өте зор осындай даярлықтардың. Оның сыртында біз мысалы қазір аттестациядан өтіп жатырмыз. Оның өзі бізге мысалы осындай даярлау курстарының арқасында деген сияқты енді. Жалпы енді статусын мұғалімнің көтеруге енді бірте-бірте жағдай жасалып жатыр. Оны қазір мен бірден мысалы мынандай талаптар қойып біз оған қоя алмаймыз әрине, бірақ енді үкіметке рахмет, президентімізге рахмет, жағдай жасап жатыр. Жалпы ұстаздар арасындағы жас мамандар мен аға мамандардың өзара байланысы қалай, түсінісуі? Ол да жақсы сұрақ. Жас маман менен мына біздер қатарлы, мысалы қазір мектептерге жас мамандар келіп жатыр ғой. Олар былай айтқанда енді олар бізден енді асып түспесе де, бірақ көп нәрсені біліп келеді. Ол жас ұстаз болса да, олар алғыр келеді. Мысалы біздің мектептің өзінде қазір жас мамандар келді. Бізге қарағанда енді олар мына компьютер, техника дейміз ғой, енді АКТ болсын, олар оны жылдам қолдана алады екен. Қазір мына әртүрлі сайттар бар ғой, мысалы.
сол сайттардан керек мысалы ақпараттарды олар тез жинақтап тез алады. Олар сабақтарында өзім мысалы ашық сабақтарына қатысқан кезде сол жас мамандардың мықты, даярлықтары жақсы жас мамандардың. Сондықтан арасында енді өте көп айырмашылық бар деп айта алмаймын. Сонда да енді жаңа жас маман өте жігерлі мамандар қазір келіп жатыр. Кеше президенттің өзі айтып кетті, қазір мына мұғалім мамандығына гранттар көп бөлініп жатыр деп. Жастарды осы ұстаздық мамандыққа көп баулып тартуымыз керек деген сияқты. Мысалы, грант көп бөлінгеннен кейін осы біз сапалы мамандар даярлай алмай қаламыз ба деген қорқыныш сізде болмай ма мысалға? Өйткені не нәрсе көп болса өз сапасы да мәнде кете бастайды ғой. Иә, ондай да бар әрине, бірақ енді мына жоғары оқу орындарын бәрі де біледі ғой. Мысалы, біздің өз Қостанай қаласының өзінде мысалы педагогикалық институтымыз бар, университетіміз бар. Ол жерде енді дәріс беретін мысалы қандай профессорлар бар, мысалы өзім білетін Абсадыков Алмас мысалы енді зерттеуші ғалым деп та өксін айтуға болады. Енді мықты енді Қарлығаш апайлар бар мысалы. Көптеген ол жерде енді білем мен ұстаздарды. Енді ол кісілер жаман білім береді деп айта алмаймын енді. Ол кісілер өздері өз маманның иесі, мықты кісілер енді ол кісілер. Сондықтан ол жоғары оқу орындарында өте тамаша білім береді деп мен сеніммен айта аламын. Жалпы осы біздің Қостанай өңіріндегі білім жүйесін қалай бағалайтын едіңіз? Енді мектептегі білім жүйесі ғой. Иә, жалпы енді көрсеткіштерге не қарағанда білім сапасы өте жақсы бізде. Өйткені мен шәкірттерімнің өзіммен былай хабарласып тұрамын ғой. Мысалы барған жерлерінде олар мақтанышпен айтып отырады. Біздің Қостанай облысының ұстаздарының беріп жатқан білімі өте жоғары деңгейде деп. Себебі оны сол барған жеріндегі вуздардың айтайық ұстаздары өте жоғары бағалайды екен. Сондықтан біздің түлектер қуанышпен, мақтанышпен айтып жүреді. Әсіресе енді мен дейін мақтанғаным емес, бірақ біздің мына енді қаладағы енді қара шаңырақ қой енді Ыбырай Алтынсарин мектебі. Білім өте сапалы бізде, өте сапалы. ұбт нәтижесі де бізде жақсы, жылдан жылға жақсарып келеді. Ұстаздарымыз да барлығы да тәжірибелі, барлығы да зерттеуші мамандар. Сондықтан біздің білім саласындағы осындай ұстаздардың еңбегі бағаланып жатқанына мен де қуаныштымын. Сіз өзіңіз педагог ретінде алдыңыздан білім алып, жетіліп кеткен, өскен оқушылардың болашағына қандай үлес қостым деп ойлайсыз? Енді үлес қосқанда жаңа айтып өткенде сол шәкірттерім хабарласып жатады. Енді ойлаймын, менің де үлесім бар ғой деп. Өйткені ол түлегім осы алған біліміменен мысалы шетел аспайтын еді. Егер мен нашар білім берсем мысалы. Ал қазіргі жағдайда мысалы менің түлектерім шетелде оқып жатыр. Мінекей биыл 10-шы сыныпта оқитын олимпиадаға қатыстырып жүрген оқушы қыз балам Белгібай Сания деген. Қазір Америкада әлгі былай оқушыларды ауыстырып оқытады ғой. Сондай бағдарлама бойынша ол балам мысалы қазір Америкада оқып жатыр. Екі балам кеше Альбина деген олар хабарласты Турциядан мысалы. Сол сияқты жан-жаққа сол білімнің арқасында сол шәкірттерім қазір еңбектеніп жатыр. Астанада көбі, Алматыда көптеген жақсы жерлерде еңбектеніп жатыр. Сондықтан ойлаймын, енді берген менің білімім, өзімнің білімім зая кеткен жоқ деп ойлаймын. Өйткені көп түлектерім сол хабарласып, құттықтап жатыр. Ал қазіргі енді біз айтамыз, 21 ғасыр жаһандану заманда дүниеге келген балалар біртүрлі бұрындағы балалармен салыстырғанда ерекше деп. Ал енді қазіргі осы 21 ғасырдың балаларының тұлғалық қалыптасуы үшін не істеу керек? Әрине бар айырмашылық. Бар. Қазіргі айтайық балалардың мына білім алуы, мына қазір айтып жатамыз ғой, ұялы телефон дейміз, көптеген ақпарат, қазір сайттар көп дейміз. Кейде балалар болады енді сол сайттарға үңіліп кіріп кететіндері болады, бірақ көпшілігі енді білімге ерекше назар аударып отыр деп айта аламын. Мүмкін арасында енді болар бірең сараң деген сияқты. Бірақ жалпы енді қазіргі балалардың қалада өсіп жатқанына енді қуанамыз әрине.
енді ауылдың балаларына кішкене қиындау болса да, бірақ енді білімдері жақсы деп айта аламын. Өйткені баланың өзінің талпынысы да бар, ата-анасының да қатысы бар. Қазір мысалы жиналыстарға көп ата-аналар келіп жүр, байқап жүрмін өзім. Сондықтан ата-ананың да бұл жерде енді қызығушылығы бар. Әрине, әр ата-ана, қай ата-ана мысалы баласын жаман деп айтады. Барлық ата-ана баласын оқысын, білсін деп, шетелде оқысын дейді, жоғары білім алсын дейді. Сондықтан мүмкін енді бұл бұрынғы енді ғасырларда өзіңіз білесіз ғой, мысалы мынандай техника ештеңе болған жоқ. Айтайық, жаңағындай тақталар, мысалы интерактивті. Бірақ сонда да енді балалар оқып жүрді енді. Қазіргі енді балалардың әрине айырмашылығы бар енді, айырмашылығы бар. Отбасылық институтты нығайту мен бала психологиясын қалыптастыру бойынша қандай кеңестер айтар едіңіз? Отбасы енді мана айтып өттім ғой, бір кеше президент айтып өтті, бір тұтас тәрбие деп. Соны енді қазір қоғамға бірте-бірте соны қайта жаңғыртып, қайта енгізу керек деп жатыр. Ұлттық әсіресе тәрбиеге көңіл бөлу керек деп. Әрине, ол тәрбие отбасынан басталады ғой. Осыған ерекше назар аудару керек деп өзім де ойлаймын. Енді бала мектепте, мысалы біздің алдымызда қанша уақыт болады? Қалған уақытты бала үйінде, отбасында. Сондықтан әрине отбасына да, ата-анасына да көп нәрсе байланысты. Бірақ мына тәрбие үрдісі енді бізде мектепте жақсы деңгейде, жақсы жолға қойылған деп айта аламын. Өйткені көптеген шаралар өтеді. Ата-аналармен қатыстырып өткізіп жатырмыз. Мына кешегі қарттар күніне үлкен сол егде жастағы ата-аналар шақырдық сынып сағаттарына. Қанша әжелер келді, аталар келді. Солармен балаларды араластырып шаралар өткізілді. Енді бала соның барлығын көріп өскен бала ол жаман бала болмайды деп ойлаймын. Осы ретте жаңа әдемі айтып қалдыңыз. Енді мынандай сұрақ қойғым келіп отырады мен сізге. Ата-ана мен мектеп арасында байланыс қандай деген? Байланыс, мен сізге нақты айта аламын, байланыс бар, байланыс жақсы байланыс. Өйткені осындай шараларға ата-аналарды біздің мектеп көп шақырады. Ол тек қана әлгі Наурыз мерекесінде ғана емес, жаңа жылдық мерекеде ғана емес. Жаңа айтып өткенде, мінекей осы қарттар күнінен басталды. Енді ары қарай бізде тәрбие жұмысының өзінің жоспары бар. Сол жоспарға сәйкес, мысалы ата-аналарды рет-ретіменен шақырып отырамыз. Ертең айтайық әлгі отан қорғаушылар күні бар деген сияқты. Тағы 8 март мерекесі бар. Ертең мына алтын күз келе жатыр. Оғанда мен ақында шет жағасын біліп отырмын. Директордың орынбасары, тәрбие жөніндегі орынбасары Ақмарал апайменен сөйлескенде сол кісі айтып отыр. Мінекей кеше жиналыста да айтылды бізде. Ертең алтын күз келе жатыр, соған мысалы ата-аналарды қатыстыру керек деген сияқты. Сыныппен бірге балалар көрсетсін өз өнерлерінің бойындағы деп. Осындай шаралар көп бізде. Сынып сағаттар өтеді, ата-аналардың қатысуымен жиналыстар өтеді. Көптеген шаралар өтіп жатыр бізде. Қазір біз енді қоғамда әлеуметтік желіден жиі көреміз. Ол ұстазбен мысалға шәкірттің бір-бірінің жағасынан алуы деген сияқты. Осы ретте қоятын сұрағымыз, сіздің ойыңызша қазіргі ұстаздар қандай кәсіби адами қасиеттерді білу керек? Әрине, баланы қазір бала тәрбиесінде өте енді қатты бір қатаңдық көрсету керек емес сияқты. Өйткені бала өзі де баланың психологиясын ескеру керек, менімше. Жас ерекшелігін ескеру керек, менімше. Содан кейін балаға қазіргі уақытта енді өзі қиын уақыт қой, қатты сөйлеуге де болмайды екен. Мен мысалы өзім мына 10-шы сыныптарға сабақ беремін, 10-11-ге. Олар енді кішкене қалыптасқан балалар ғой. Қалыптасқан төменгі сыныптарға қарағанда. Енді тәрбиесіне келетін болсақ, жаңа қарым-қатынасына келетін болсақ, баланың жас ерекшелігін жаңа айтып өткенде ескеру керек екен. Мысалы кішкентай баламен олмен басқаша сөйлесу керек. Жоғары сынып оқушыларменен басқаша сөйлесу керек екен. Енді өз тәжірибемнен алатын болсам, мысалы өмірдегі болып жатқан оқиғалармен, өмірде мысалы кездесетін бір қиындықтарды қалай жеңіп шығу керек екен, сол сыныпта мысалы балаларға мысалдар келтіре отырып шығармалар талдаған кезде, мысалы біз өткен аптада мысалы Абайдың қара сөздерін бастадық.
сол қара сөзінің өзі бір өмір сүрудің бір заңдылығы ғой, абайдың былайша айтқанда. Сол қара сөздері мысалы жаңа 10-шы сыныптың оқушылары өмірмен байланыстырып айтып беріп отыр. Ол да бір енді нәтиже, мысалы мен өзім ойлаймын. Бала әйтпесе өмірмен байланыстырмаса, өмірде кездесетін жаңа қиындықтарды бала көрмесе, көріп өспесе, онда баланың тәрбиесі қандай болады деген сұрақ әрине туындайды. Жалпы енді біздің қоғамымызда десек те болады, билік өкілдері де жиі көтеретін мәселе, мүмкін ақын жазушылар да жиі көтеретін шығар бұны. Ол ұлттық код, ұлттық мәдениет, ұлттық болмыс. Осы ретте ұстаздардың атқаратын рөлі жоғары ғой. Сіз өзіңіз бірнеше жылдық тәжірибеңіз бар мұғалім ретінде балаларға ұлттық кодты сіңіруде қандай жұмыстар атқарып жатырсыз? Енді әрине ұлттық код деп, ұлттық құндылықтар деп айтып жатамыз. Ұлттық құндылықтарды жаңа айтып өткендей, мысалы оны мектеп қабырғасында да, мысалы отбасында да айтып отыру керек. Мысалы ол құндылықтарымызды қай бағытта, қандай құндылықтар бар деген сияқты. Осының барлығын баланың ойына, санасына сіңіру керекпіз. Мысалы құндылықтардың өзін бірінші топқа бөлуге болады, мысалы. Отбасы құндылығы, мысалы, тілге деген мәртебесі құндылығы, отанға деген осындай құндылықтарды мысалы сабақ барысында мен өз басым мысалы жиі қолданып отырамын. Сонда бала өмірге де бейімделеді деп ойлаймын енді. Сондықтан бұл жерде көп айтуға болады, мысалы ұлттық құндылық жайында. Жаңа айтып өткенде жоғары сынып оқушылары тез қабылдайды. Олар бір сараптама жасай алады, одан қорытынды шығара алады деп айта аламын мысалы. Енді төменгі сыныптар олар әлі түсіне қоймайды, ойын балалары. Өсе келе мысалы бала түсіне бастайды. Құндылық деген не екен, ұлттық код деп жатырсыз өзіңіз, мысалы соның қалай баланың бойына сіңіру керек екен. Ол мысалы айтайық, біз бағдарламада бізде ондай жоқ, мысалы, бірақ біз сабақ барысында оны байланыстырып отырамыз. Мысалы өз басым өмірмен тығыз байланыстырып отырамын. Қазіргі жас буын Абайды, Абырай Алтынсаринді оқи ма? Оқиды. Қазір балалар шүкір, бізде мектепте сейсенбі сайын бірінші сабақтың алдында 20 минуттық кітап оқу бар. Өз басым сол сабақ басталар кезінде сыныпты аралап шығам, балалар қазір қызығушылық танытып кітап оқиды. Бір қуантарлығы кітап оқиды. Жалпы ұстаздық қызметте ең жиі кездесетін кемшін тұстары қандай сіздердің тараптан? Әттеген-ай, мына жерде былай істегенде біз бұл балаларды былай көтеретін едік қой деген сияқты бармақ тістеу сәттер бола ма? Енді әрине ол әр мамандық болғаннан кейін болады ғой. Кейде мысалы бір айтайық енді отбасы жағдайына да болып қалады, кейде байланысты. Бала кейде сабақты көп қалдырады, кейде үлгермей жатады. Содан кейін тыс қалып қоятындар да болады кейде. Бір бөлініп жүретіндер болады, әрине. Ол енді барлық мектептерде бар ғой, әрине. Кейде енді мен өз басым мысалы сабаққа келген кезде әр баланың осы бет әлпетіне қарап шығам, осы кім қандай көңілде отыр екенін сезіп отырам, біліп отырам. Бірақ әрине бір бала 45 минут үндемей отырып кетуі мүмкін. Бір бала мысалы 45 минут белсенді қатысуы мүмкін. Сондай жағдайда кейде сабақтан кейін алып қалып сұраймын ғой, енді не себептен бүгін көңіл күйің болмады деп. Ондай сәттер болады әрине. Баламен тек ашық сөйлесу керек екен. Болады әрине ондай сәттер кейде. Кейде бір бала бір себептермен басқа мектепке ауысып кетеді. Сол кезде кейде өзімізге сұрақ қоямыз ғой, енді бізден болды ма кінә деп мысалы. Ондай жағдайлар болып жатады әрине, енді мектеп болғаннан кейін, қоғам болғаннан кейін. Жалпы бала психологиясын ашуда ұстаздар қандай әдіс тәсілдерді қолдану керек? Бала психологиясын әртүрлі жағдайда ашуға болады. Мысалы қазір мектепте психолог маманы істейді. Психолог. Біздің мектепте де бар мысалы психолог маманы Гүлмира Әуезбаевна. Ол кісінің енді еңбегі өте енді маңызды деп айта аламын, енді себебі ол кісі жекеде сөйлеседі, кейде келіп сабақ барысында сауалнама алып кетеді. Содан кейін сол сауалнаманың кейде болады ғой, сауалнаманы алып кетеді да, содан кейін бітті, оның ары жақ қорытынды ештеңесі жоқ. Ал Гүлмира апайымыздың мысалы ол кісі тиянақты сауалнама алды ма, келесі күні ол кісі сауалнаманың нәтижесін әкеп көрсетеді балаларға. Сенде мінекей мынандай деп, нәтиже осындай, сенікі былай, саған былай істеу керек, былай істеу керек деп. Енді өз ісінің білікті маманы енді ол кісі.
Бала психологиясы әрине енді жас ерекшеліктеріне қарай әртүрлі ғой енді. Кейде балалар бұзақылық жасап қалуы да мүмкін. Кейде ақылға келіп, енді өзара келістік те жатады мысалы. Балалар әртүрлі болады ғой. Қазір қоғамда мынандай бір сөз бар. Техногендік ғасыр ғой біздікі. Технология дамыған сайын біз балалар емес, роботтар тәрбиелеп жатырмыз. Ал қашан бала тәрбиелейміз деген? Осы сұрақты сізге қойыншы, қашан біз саналы ұрпақ тәрбиелей аламыз? Әрине, қиындау сұрақ, әрине, мына робототехника деп жатырмыз қазір. Робот енгізіліп жатыр дейміз. Бірақ өз басым ойлаймын, енді ол қанша дегенмен де робот енгізілсе де, біз осындай дәріс, баланы тәрбиелеу, балаға білім беру, бұл осылай жалғасын табады деп ойлаймын. Өйткені ол барлық жағдайда енді ол барлығы роботқа көшіп кетпейді шығар деп ойлаймын. Өйткені бұлай көзбе-көз мысалы балаға дәріс беріп, балаға сабақ айтқанға ештеңе жетпейді деп ойлаймын, мысалы роботтан гөрі. Мен ол роботқа қарсы емес, мысалы робототехникаға жаңағы білсін балалар, әрине ол заманауи мүмкін талап сондай шығар қазіргі уақытта мысалы. Енді кейде біз айтамыз ғой, әлгі шетелдерде осылай жасап жатыр, былай жасап жатыр деп. Ол да мүмкін керек шығар, бірақ негізінде былай жаңағындай сыныпта баламен сөйлесіп, ашық сөйлесіп, осылай отырып дәріс бергенге ештеңе жетпейді деп ойлаймын, өз басым. Жалпы мынау көп жерде айтады, қазақы болмыс деген бар бізде. Қазақы болмысқа бұл жаңа шетелдің білімдері сәйкес келе бермейді, оларға арнайы қазақы болмыста сабақ беру керек дейді. Осы сөзбен қаншалықты келісесіз? Енді қазақ болмысы дегенде әрине біз дәстүрлі сабақпен бәрі сабақ береміз ғой, енді өзіміздің ол бұрыннан қалыптасып келе жатқан айтамыз ғой, кеңес үкіметі кезінде деп. Енді жаңа айтып кеткенде жаңа технология керек те ғой, енді ол жаңа технология керек, әрине оған өз басым қарсы емеспін. Бірақ енді мына қазақы болмыспен мысалы айтайық, сол халық ауыз әдебиеті тақырыбын өткен кезде мысалы сол жерде нақты өзі қазақ өмірінің бейнесі толық ашылады сол жерде. Мысалы мақал-мәтелдердің кейбіреулерінің шығу тарихы бар. Оны балаларға айтқанда мысалы кейбір балалар бізде таңғалады. Оны біз білген жоқпыз, ағай, мысалы мақал-мәтелдің осындай тарихы бар екен дейді. Бұл да мысалы қазақы болмыс. Мысалы шығармаларда шұғаның белгісін алайық, мысалы неге айтайық, қыз баланың бойындағы басындағы тағдыр осылай болды деп мысалы. Сол сияқты мысалы Ұлпанды алайық, Ғабит Мүсіреповтың қай шығарманы алсақ та мысалы қазақы болмыс шығармаларда байқалады. Сондықтан біз одан алшақ кете алмаймыз деп ойлаймын. Сізге соңғы қорытынды сұрақты қояйын. Жас ұстаздар, жас педагогтар соңыңыздан ерген, соған сізден бір айтарлық ақыл кеңес болса? Әрине ақыл кеңес айтамыз, әрине. Кешеде ұжымым құттықтап жатқанда жұғысты болсын деп айтып жатырмын. Содан кейін басшымыз айтады, енді жастарға тілек ретінде не айтасы дегенде, әрине әр мамандықтың өзінің қиындықтары болады, бірақ оған мойымау керек. Еңбек түбі барлығында жеңбек демекші, мысалы бейнет еңбектің неке осындай зейнеті болады екен, мен сол жастарға да айтып жүремін. Мысалы өзім тәлімгер ретінде сол жас маманға манағы айтып кеткенде, енді олар бізден артық білмесе де, бірақ біраз нәрсені біледі екен. Енді аянбай еңбек ету керек. Себебі бұл ұстаздық мамандық деген бұл ерекше мамандық. Кеше президентіміздің өзі айтып отты, ұстаздар бұл ұлттың зияткерлік қуаты деп мысалы. Сол айтылған бағаға мысалы біз лайықты болуымыз керекпіз. Жақсы, рахмет сізге арнайы уақытыңызды бөліп келген үшін. Мінекей бізге берілген минутта өз мәресіне жеттік. Келесі кездескенше амандықта болайық.